Бәріне қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай сметана және творожный пирог жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші сметана торттың тестасын жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты саламыз, ерітілген майды саламыз. Негізінде жұмыртқа мен қантты екеуін бөлек араластырып алған дұрыс. Енді ұнды саламыз. Разрыхителді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай комочек қалмауы қажет. Қолмен араластырған дұрыс. Оны аз сияқты болып, сосын қолыңызға қамыр жабысуы мүмкін, бірақ та ол кезде де ұн қоспаңыз. Ұнды қоссаңыз, тестасы қатты болып қалады, нанның тестасы сияқты. Өте жұмсақ болу үшін тек осы көрсетілген мөлшердегі ұнды қосу қажет. Жақсылап билеп алғаннан кейін холодильникке, целлофанға салып, холодильникке қойып қоямыз 5-10 минутқа. Видеоның соңында 10 оригинал торттың PDF форматын қалдыратын боламын. Қай жақта қалдыратынымды видеоның соңында айтамын, сондықтан да рецепті толық соңына дейін көріңіздер. Осындай күшті жұмсақ болу қажет. Бұдан артық елемейміз. Мен целлофанға салып қойып қоямыз. Енді начинкасын істейтін боламыз. Ол үшін сметананы саламыз. Магазинский сметана да бола береді. Президенттің сметанасымен жақсы шығады. Жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа салған кезінде қолдыкін салсақ сап-сары болып қалады. Сондықтан да магазинский жұмыртқаны салған жақсырақ. Міндетті түрде кукурузный крахмал болу қажет. Жаңа қант салдық, сосын кукурузный крахмал. Картофельный крахмал ол жарамайды. Осылайша күштілеп араластырып аламыз. Піскен кезінде әппақ әдемі болып көріну үшін осылай магазинский сметананы қолданамыз. Араластырып болғаннан кейін форманы дайындап аламыз. Двухсторонний пергаментті аламыз, шетіне для страховки сары май жағып қоямыз. Негізі жақпаса да болады. Енді тестаны алып, осылайша қолмен жайып шығамыз. Егер де сіздерде қолмен жайылмаса, оқтаумен жайып алсақ болады. Қамыр өте жұмсақ болып кеткен. Өзі осындай болу қажет. Сметананы саламыз. Үстіне өзіміз қалаған ягодылар салсақ болады, немесе осылай үйде не бар, мүйіз, өрік, сондай заттар салсақ та болады. Бірақ та малина клубникамен әдемі көрінеді. Бірінші пешті қыздырып аламыз, 180 градусқа 40-45 минутқа қойып аламыз. Әркімнің пеші әрқалай піседі, сондықтан да егер де піскенін көрсеңіз 30 минуттан кейін де ала беруге болады. Зубочисткамен тексеріп аламыз. Енді творожный пирогтың тестасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқаны алып, үстіне қантты саламыз. Мөлшердің бәрін астында көрсеткенмін. Екеуін араластырып алған дұрыс алдындағыдай, қант еру үшін. Мен бұл екінші тестада ұнды көбірек қосып қойыппын, өте қатты болып шыққан. Сондықтан да көрсетілген мөлшерден көп ұн қоспаңыздар. Екеуін күштілеп араластырып алғаннан кейін ұнды саламыз. Артынша разрыхителді салып, күштілеп илейміз. Ешқандай комочек ештеңке қалдырмаймыз. Қолдарыңызға жабысса да ұн көп қосуға болмайды. Майды ертіп алып, осылайша құямыз, суытып алып, жұмыртқа пісіп қалмасы үшін. Мен сосын пеште ұзақта ұстап қойғанмын, шеттері кішкене түйіңкіреп қалған. Қарап тұру қажет, уақытысында алып. Сосын қантты көп қоспауға тырысамын. Торттарға басқаларға қарағанда пирогтар тезірек піседі. Енді осыны күштілеп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін холодильникке 5-10 минутқа целлофанға салып қоямыз.
Енді начинкасын дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты саламыз. Негізінде бұл творожный болғандықтан миксермен араластырған дұрыс екен. Мен миксермен емес, қолмен араластырғандықтан ол кішкене қаттылау болып қалды. Негізінде миксермен күштілеп араластырамыз. Творог бәрісі бір-бірімен жақсы араласу үшін. Енді манная крупаны саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сметана мен творогты саламыз. Менде творог қолдың творогы болған, кішкене іртік болды. Миксермен араластырмағандықтан кішкене осылай қатты болып қалған болатын. Миксермен араластырғанда как жидкость сияқты негізі болу қажет. Осыны араластырып болғаннан кейін қазір бірінші тестасы мен начинкасын бөлек пісіріп аламыз. Содан кейін бетіне суфле жасайтын боламыз. Суфлені деп бөлек 15 минут пісуіне қалған кезінде салатын боламыз. Қазір процесс барысында қалай екенін көрсететін боламын. Формасын бірінші пирогта қалай дайындадық, тура солай двусторонний пергаментпен сыртына май жағып, шетіне солай етіп дайындап аламыз. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Начинкасын салып 45 минутқа 180 градусқа пісіріп аламыз. Бетін күштілеп тегістеп шығамыз. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Суфле дайындаймыз. Мына жерде менде сарысы түсіп кеткен, ондай сары түспеу қажет. Сарысы түсіп кеткендіктен белокқа онша қатты көтерілген жоқ суфлесі. Негізінде суфлесі көтеріліп күшті болып тұру қажет. Мынау сарысы түскен салдарынан қатты ақ пышный болып тұрған жоқ. Егер түсіп кеткен жағдайда оны басқа жаққа қойып, басқасын алып қайта жасау қажет. Сахарный пудра немесе қазір қант қосатын боламыз. Шамамен 20-30 минут пирог піскеннен кейін бетіне суфлені саламыз. Тек 15 минутқа қойып аламыз. Піскеннен кейін 15 минуттан кейін бетін қазанның крышкасымен немесе кез келген крышкамен жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Сол кезінде бетінде капелькалар пайда болады. That you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай жұмсақ, дәмді, әдемі болып шығады. Каналда басқа да қызықты рецепттер бар, подписаться етуді ұмытпаңыз. Комментарияға рецепт деп жазсаңыз және почтаңызды қалдырсаңыз, мен сізге 10 оригинал торттың рецептісін жіберемін. Lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe.